Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жатқан испанский чизкейктің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл чизкейкке сіз бірден ғашық боласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Бізге керек заттар ол сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы, жұмыртқа, кілегей және жүгері крахмалы. Сүзбелі ірімшікке қантты қосып, миксермен бірнеше минут жақсылап араластырамыз. Бізге қатты жылдамдықтың қажеті жоқ, тек қана венчиктің көмегімен де араластырсаңыз болады. Кейін біртіндеп 4 жұмыртқаны бір-бірден қосып араластырып отырамыз. Бір қалыпты араластырып болғаннан кейін кілегейді құямыз. Бұл жерде кілегейдің майлылығы өте маңызды, 33-35% кілегей болу керек. Соңында жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалдың орнына қарапайым ұнды да қосуға болады, бірақ дәмі өзгеріп кетеді. Мен формама пергамент қағазын төседім. Формамыз 18 сантиметрлік болу керек. Соған қамырымызды құямыз. Пергамент қағазымыз осы қамырымыздан жоғары тұру керек, өйткені бұл көтерілген кезде жанына ақ кетпеуі үшін. Чизкейкіміз біркелкі тегіс болу үшін осылай бірнеше рет үстелдің үстіне соғып алу керек. Енді 230 градусқа дейінгі қызып тұрған пеште 30-40 минуттай ұстаймыз. Міне чизкейкіміз пісті, беті сәл осылай күйіп пісу керек. Бұл осы испанский чизкейктің өзінің ерекшелігі осыда. Содан соң шамамен формадан шығармай 4-5 сағат бөлме температурасында суыту керек. Және де тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қою керек. Өйткені ортасы қатуы керек. Формадан тоңазытқыштан кейін тек шығарасыздар. Міне чизкейкіміз өте әдемі, тамаша, нәзік болып шықты. Чизкейктің ортасы ылғалды болып шығу керек. Ал беті осылай күйіп пісу керек. Бұл испанский чизкейктің өзінің ерекшелігі. Испанский чизкейктің дәмі өте күшті болып шықты. Сөзбен дәмін жеткізу мүмкін емес, міндетті түрде өзіңіз пісіріп көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.